тамашасын бардыңа бармамалым жүрегім сырғатыңа осыламын қолымды қиялымда қысыламын көргенде тіл қатуға шын сүйемді өзгеден шын қызғанам дүниеде саған тең жұлдыз бар ма жорамалын көрдім де тағы бүгін өте бардың жанымнан үнсіз. Қайрат Нұртастың өлеңі мұртын бұзбай айтып бердіңдер ғой сендер қазір. Мұртын бұзбай. Мұртын бұзбай деген сөз қазақта айтылған сөзді ешбір өзгертусіз жеткізу. Сен маған редактор болмай тұр, мақұл ма? Михон! Тақырып жаз келсе іске, не істейміз? Жасың қаншаға келді? 27-ге. Не тұрысы енді мынау? 27-нің тұрысы ма жаңағы? Жас өспей ма, көкейің теспей ма дейді. Сен көкірегің тесік емес, үңгір болды ғой қазір. Істесен қақта қалдың соны? Істейм ғой енді. Қашан? Бүгін кешке бастайым. Қалдырма кешкіден. Михон, болашақ жастардың қолында. Енді? Қазақстанда науқан жүріп жатыр. Болашақ бүгіннен басталады. Не істейін енді? Михон, дұрыстап тұр. Сен түйіш тұр. Басқалар бүгін бастай берсін, біз ертең бастайық. Таң ертең, ерте, алтыда бастайық. Сен де бізбен бірге бастай бер. Михон, тағы бір мәселе Қазақстанның футболы. Онда командаға қыз алайық? Мынауың өзекті мәселе. Ол кімді аламыз? Сәуле алайық, Сәуле. Қай Сәуле? Ол Сәуле әдемі ғой, Сәуле. Әдемі не сен сұлу ол. Анау қысылып жаным. Талғат Жорабаев. Талғат Жорабаев сындырамай ғой оны. Талғат Жорабаев не, оны Талғат түгіл, мен сындырамағым оны. Талғатын кіммен қасында? Әшейін әнші. Ол бұрын КВН ойнаған. Сол КВН қатырмағаннан кейін қазір әнші болып жүрген. Сен тағы осылай шыққасың ба? Ана жол күлдірді ғой, тағы да бір күлдіріп жіберейін деген едің. Ой, Пірмай, Әні командада міне әдемі киім киіп жігіттер өсіп жатыр. Сен қашан өсесің? Ой, Мәке, еш нәрсе қылмайды. Мәскеу бір күнде құрылып кеткен жоқ қой. Өсеміз де көреміз. Мәскеу қанша уақытта құрылды? 5 жылда құрылды. Мәскеу 5 жылда. Сен бүйтіп жүргенге 10 жыл болды ғой. 2 Мәскеу құрылатын уақыт болды қазір. Мәке, баяғыда бір ақын ағамыз айтқан екен. Ештен кеш жақсы деп, кеш болса да өсерім ештен кірмайды. Сол ақын тура сол мақалды осы жерге арнап шығарған екен да. Бір қымыз ішіп отырып шығара салды да. Кеп айта салды да. Шабыты кеп айта салды да. Болмаса өзі кешік деген шығар. Сол артын жабайын деп айта саған. Мәке, сахнаға шықтық бір, жақсылап ән айтайық бір. Сен ән айтады, мен туған күнде жүрсің ба не? Жоқ ен. Мүмкін билейміз. Сен билейді, мен туған күнде жүрсің ба? Болмаса бір шоу көрсетейік. Жоқ, шоу жасайды, мен туған күнде жүрсің ба? Бір әдеби әзілдерден ойнайық. Сен әдеби әзіл ойнайды, мен туған күнде жүрсің ба? Ой, Пірмай, Мәке, туған күнде неше түрлі қызықтар болады екен ғой, Одан да бір классика ойнайық. Классика дегеніміз үлгілі, кемелденген, жоғары сапа дегенді білдіреді. Ұстаманан. Мен бір классик досым бар. Әңгімені өлтіреді ол. Қош. Бір әңгімесін айт, одан да звондай салайын да, Звонда. Ананы тыңдасаң өлтіреді енді ол. Қызық па? Қызық ойбай. Қызық па, Мәке? Ойбай. Әңгімені өлтіреді анау. Қош. Алло деп алғаннан бастап өлтіре бересің. Қатты қызық па деген? Жаман қызық анау. Күлдіре ма? Күлдіреді. Қазір? Қызық па, Мәке? Ойбай. Кәдімгідей. Көтермеді ғой. Бір 4 күдіктен көтереді өзі. Мен алғанда өлтіретін еді енді. Алғанда өлтіретін еді. Сен былай қарай өт. Сен төртеуің жақсылап дайындалыңдар. Мен не істейін? Сен біздің финалға шығуымызға кедергі жасамай жүр. Мен одан да бір әдемілеп тұрып, бір әзіл айтып, үлес қосайын да. Ал айт. Сонымен Тарзан, ішіп пысып жүрген Тарзан. Жұқ қосында андысында. Сен командаға қатты үлес қостың кеп баратса,
сахнаның артына бар да біздің тілеуіміз тілеп жүрсейсің. Ал сендер былай жүріңдер, сен ниетің қабыл болсын. Астана қаласының 10 жылдық мерейтойының қарсаңында болған Қыдырәли Болманов менен Иманғали Тасмағамбетовтың кездесуі. Иманғали аға, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Шақырдыңыз ба? Жұмыс шаруа келіп қалдық. Қалай? Жақсы ма? Так, міне концерттің бағдарлама. Осыны бірдеңе істеші. Барлық әртістер қамтылған ғой. Так, Дима Билан $100,000, Киркоров $70,000, Хьюстон $150,000, Йосиков $30,000, Буланова $20,000, Кристианова Гете $15,000, Роза Рамбаева $5,000, Бәйтерек тобы $3,000, Жігіттер квартеті $1,000, Ақжол Мейірбеков $500 берейінші қатысыңдаршы. Күшті, бәрі күшті. Иманғали аға, мынадан бір тамаша концерт шығайын деп тұр да, бірақ бір дәмі жетіспейді, бір деңі жоқ, бір жетіспей тұр, бір еземекесі жоқ болып тұр. Өзіңіз қараңызшы. Мұтамекпін ғой. Мүнжеге неге ғой? Қарақат пен ұлттауды мұтып. Сұлу емес, сүйген сұлу демекші, қазақтың бір топ сұлулары бас қосып қалыпты. Төлеген, Бекежан. Төлеген, Бекежан. Қыз-жібек, не істеп отырсың? Жай, тек кімге күйеуге шығатынымды ойлап, Төлеген бе, Бекежан ба? Әкелші мен де көрейін. Қозы, көрпеш, қозы, көрпеш, Баян, қозы. сен дым ренжіме. Сұлу болғанмен, ар жағыңда дымдар жоқ ау дейме, жоқ әлде бос па? Қозы көрпеш дегеніміз бір адам емес пе? Қыз-жібек, неге сен бірдеңе олса, үнемі маған тірелесің де ұрсасың да тұрасың? Сен осы мен көре алмайсың, Не үшін? Сен ана ғашықтар күнін Қыз-жібек пен Төлеген емес, қозы көрпеш пен Баян сұлу деп белгілеп қойғанда сен көре алмайсың, қызғанасың. Мынаған қараңдар, көре алмайды дейді, қызғанады дейді. Ей, қай қазақты көрдің, қозы көрпеш, Баян сұлу ғашықтар күн деп тойлап жүрген. Жастардың өздерінің 14 ақпан күні Валентин деген әулиелері бар. Сол күні маған сенбесең, мысалға, любой бір мектепке кіре сал. Бұрыш-бұрыштың бәрінде жәшік, жастардың қолдарында бір-бір жүрек. Валентинка олай да бұлай жүгіріп мәз болысып жүргендері. Енді Валентин күн әдейі тойлайтын қойған шығар. Неге? Енді жастар жас кезінен, бала кезінен сайлауға дайындала берсін. Сонда қалай? Енді жәшікке қағаз салып, хат салып, жайлап сайлауға дайындала берсін. Аха, еще жүректердің ішіне мен сені жақсы көрем, Нұр Отан деп жазып қоятын шығар, Қыздар, сіздер болмайтын нәрсеге даурығып, бостан-бос бас қатырып тұрсыңдар ғой. Одан да бір жан-жақтарыңызға қарасаңыздаршы. Мына бір Жамалдың да жағдайын бір мезгіл ойласаңыздаршы. Раушан, сен коммунист болуыңды қашан қоясың, Бір уақыт өз жайыңды да ойлашайшы. Бұл Жамал, сол Жамал. Дәл қазір Брэд Питттің өзі кеп, жаным Жамал, мен сені жақсы көрем, күйем, сүйем десе, сол баяғы бақытсыз Жамал. Ғашық болдым осы ауылдың бір ұлына, қара қатты, қара көзді қырмызына. Неге мұнша жас жүрегім ынтығады, әлде менің болашағым жұлдызым бай. Айналайын осы ауылдың ұлдарынай, күлкілері сыңғырлайды сылдыр судай. Айналайын күкі, Береван, не істеп жүрсің? Сенің сериалың біткеніне 2,5 жылдан асты ғой. Не істеп жүрсің? Қазақтың жігіттеріне көз сүзіп, қайтсаңшы, өзің деген Шехризатты да алып кет. Мені не үшін? Айналайын Шехризат, сериалың біткеніне 3 аптадан асты. Не істеп жүрсің? Енді қазақтың бәрі мені жақсы көреді дегенге қалғаның ғой. Шехризат, біздің қазақтың жігіттеріне 10 рет байға барып, 10 рет қайтып келгендер керек емес. Қойсаңдаршы, қазақтың көре алмайды деген рас екен. Қазақтың қыздары, сендер мына бізді, түріктің қыздарын көре алмайсыңдар. Ойбай, көре алмайды дейді. Нелеріңді көре алмаймыз? Бізді бүкіл Қазақстан уақыттарын бөліп, шармаларынан қалып, біздің бірде-бір сериалымызды жіберместен қарайды. Ал сендерді 9 кластың әдебиетін оқығанда ғана қисық алады. Сендер соған қапаланасыңдар, көре алмайсыңдар. Ойбай, айтып тұрған қара, ет жоқта шошқа рет деген осы екен ғой.
Бізді 9-шы класстың әдебиетінен оқыса да, жыл сайын қайталап кейінгі ұрпақтың есіне қалдырып отырады ғой. Сендер өздерінің қазақ жерінде прокатта жүргендерін ұмытып қалдыңдар ма? Сендердің құндарың бар болса 90 серия, әрі кетсе 150 мың лира. Содан кейін өтті, кетті, бітті. Барлығы сіздерді ұмытады. Достар, осы сөздер мәні жоқ, мағынасы жоқ. Түріктің сериалдарын қарамай, одан да бір уақыт қолдарыңызға әдебиет алып, қазақтың қозысы мен баянын, еңілігі мен кебегін, төлегені мен жібегін оқсаңыздар, дәл мынадай дауда, дәл мынадай әңгімеде туылмас еді. Әр команда өзінің қаласын мақтайды. Біз бүгін қай қаланы мақтаймыз? Кім біледі? Алматы! Жарайсың. Біз бүгін Алматыны мақтаймыз. Алматы қаласы Парижге ұқсайды. Ау, қайдан білесің? Бардық қой біз Парижге. Бардық. Ау, өтірік айтасың? Шын айтам? Айтшы, бардық қой Парижге. Бардық қой, бардық. Алмас айтшы, бардық қой. Ертіс айтшы, Парижге бардық қой. Бардық, иә. Өтірік айтпашы. Сен сол кезде ішің ауырып қалды ғой. Ананы шауырып қалған ғой. Ананы шауырып қалған ғой. Досым. Қуанышты жаңалық. Кеше ғана біздің команданың жігіттерінің барлығы үйленді. Айдос, сен қызықсың. Бұның қай жері қуанышты? Ән алдың қатарда отырған екі қыз жылап жерде жылады ғой. Қой демей жылама. Болды. Ойнап айта береді бұл. Жылама демей. Болды, жылама. Болды. Анау жылап отыр ма, күлдіртейін да. Қазақ ұлттық техникалық университеті жастар құрама КВН командасы инженерлер. Алматы премьер-лига. Жастар 2-0-1-2. Топ. Қалшылдаған қарт терезенің алдында. Ата, мен әскерге бара жатырмын ғой. Жарайсың балам, бірінші орында Ақбел. Жігіт сұлтаны, бүгін бізде 3 сайыскер алдарыңызда тұр. Түрлерін. Ал құрметті достар, сразу сайысқа көшеміз. Бірден сайысқа көшеміз, өздеріңізді жаймен ғана таныстырып жіберу. Кеттік. Ассалаумағалейкум халқым менің. Алдыңа шығып отыр балаң сенің. Таныстырып өтейін мен өзімді. Атым Алмас, Шәкірбек әкем менің. Шәкірбектің баласын шапалақтыр. Бәрекелді. Достарымыз аққа тартпаймыз, сразу екінші сайыскеріміз. Кеттік ал. Таныстырсам өзімді. Қарабынсай Бақытбек. Барлығына тілеймін. Бұл өмірде бақыт тек. Деп жаттамағансың ғына. Бәрекелді, құрметті ал. Сіз жота, өзіңізді бір андай бір жігерлі көріп тұрсыз. Кәнеге? Қан сонарда бүркітші шығады аңға атпен. Яғни қан ат. Бәрекелді. Ал енді екінші сайысқа сіздерге жалпы сұрақ қоямыз. Жалпы сұрақтың бірінші... Қандай сұрақ бар? Атау септік, элестеттік, не надо, братан? Біз жаймен. Жоқ, өзім қоям. Бірінші сұрақ өзіңіз сүйікті жарларыңызға, яғни сүйікті қыздарыңызға не сыйлар едіңіз? Бентли. Не дейді? Кешіріңіз. Бентли, ол не ол? Бентли сылайым. Бентли не ол? Білмейм. Мынау қызына не сыйлап отқан? Бентлиді білмейді оны. Не ол? Сіз білесіз ба? Мен ғана білем оны, Бәрекелді, ал сіз не сыйлайсыз? Ал мен өзімнің қызыма гүл сыйлаймын. Неге? Гүл сыйлаған себебім. Гүлдей жайнат дегенім. Томарды сыйлаған себебім. Томар болып тұр дегенім. Бәрекелді, ал бітті, ал енді сіздің өзіңіз,
яғни үшінші сайыскер не мен қызымды Микрофон әкеп қоямын. Қызымды алдыма әкеп қоямын. Ей, қызым деймін. Оқы деймін. Абай жолы деген кітапты подарить етемін. Бәрекелді. Абай жолы менен қазақ болып өссін деп емес енді. Былай Абай жолын беремін. Неге? Көшеде абайлап жүрсін деген. Победы, он был от нас далек, как в костре потухшем таял Нәзік жүрегімді өзің жылатқан. Батчан, осы әнді кім айтқан? Меніңше Элтон Джон айтқан. Шын ғашықтар қосылмайды бірақтан. Арман әнім. Өтіп кеттік-ау деймін. Өтіп кеттік. Өткізбейді кезім. Жеткізбейді өзім. Бір бақытты сезім. Бар өмірім аудан. Сен қасымнан қалмай. Оятар. Батча, Болды. Болмағаның қалды. Артқа, жанға тығылған адамға түпай түкіріп қойды. Қазақтың қыздары жасына лайықты әртүрлі тұрмысқа шығады екен. 20 жастар қыз. Маған біріншіден жігітім сұлу болу керек. Екіншіден машинасы болу керек. Жұмыс орны болу керек. Ата-енеммен тұрмауым керек. Одан кейін ауылда емес, қаланың дәл ортасында тұрмыз керек. 25 жастар қыз. Жұмысы болса, мені сыйласа, болды, ары қарай өз орнын тауып кетеді. Ал енді 35 жастар қыз. Алло, Селия, қалайсың? Үйіңдегілер сені бір жігітпен таныстырам деп таныстырды ма? Мен саған негіз бір айтар ақылым, Селия, негіз байлығына, сұлулығына қарамақ қой, адамгершілік болса болды ғой. Қалайсыңдар, гамаш киген қазақтар? Арада құрметті көрермендер, барлығымыз біреміз, бәріміз қазақстандықпыз. Бізде 100 көп, ру көп. Дәл сол рулар өздерін жарнамалай деген. Тамашаңыздар, рулардың жарнамалауы. Найман. Life's good. Арғын. Connecting people. Дулат. Айналай. Қожа. Менің атым Қожа. Адай. Тудасы. Табын. Табын. Шапырашты, жақын жақта өмір сүр. Жігіттер, мен мүлдем түсінбеймін. Неге біздің қазақтар руға 100-ге бөлінеді? Сендер білесіңдер ма, қазір біздің Қазақстанның заңы бізді 2-ге бөліп тастаған. Темекі шегетіндер, шекпейтіндер. Қалай сонда? Қалай сонда дейсің ба? Мысалы, сен кімсің? Темекі шегетін. Оның ішінде? Парламент. Оның ішінде? Лайт. Оның ішінде? Штучник. Оның ішінде? Буш. Бучок. Бучок? Ха-ха, бучоқты қуады, бучок. Екеуміз туысқан екенбіз. Білесің ба, бірақ екеуміз туысқан болғандықтан бізге шегісуге болмайды. Саспа Думан, менің естуімше бізге 7 темекі деген шегісуге болады. Достар, байқасаңыздар, көше жүрсеңіздер, әрбір фирмалар жарнама шығарады. Сол жарнаманы қазақшаға аударсақ, мағынасы мүлдем жоғалып кетеді. Дәл сол фирмаларға біз жарнама слогандарын шығарып береміз. Тамашалаңыздар. Актив. Бірлік болмай тірлік болмас. Радио НС. НС бардың тынысы бар. Метро, инемен құдық қазғандай. Донер мырза, жігітке 7 донерде аз. Донер алды қызыл тіл. Шапырашты, жарқын жақта өмір сүр.